Армысыздар, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен әлемдік ақпараттарды айтуды жалғастырамыз. Сенбі күні Швецияда әлемді дүр сілкіндірген оқиға болды. Швецияның Стокгольм қаласында Түркия елшілігінің алдында Расмус Палудан деген швециялық саясаткер, ол қатаң курс деген партияның өкілі болып табылады, қасиетті Құран кәрімді өртеу акциясын жүзеге асырды. Бұл акцияны жүзеге асыруға швециялық жергілікті билік өз рұқсатын берген екен. Акцияны жүзеге асыратын алаңды Расмус Палуданның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жергілікті полиция өкілдері қоршап тұрған, ал акцияны 1 сағат 20 минут бойы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары, газет, сайт, журналдың өкілдері түсіріп тұрған. Былайша айтқан кезде бұл акция Түркияға қарсы бағытталғанымен, бұл акцияның мақсаты мен міндеттері антиисламдық көзқараста жүзеге асты. Және осы акция батыстық медиада кеңінен талқыланып жатыр. Түркияның өзінде антишвециялық митингтер өтуде, ал ислам әлемі дүр сілкінді. Акцияның жүзеге асырылуы, оның антиисламдық көзқараста болуы, өркениеттердің арасындағы қақтығыстар, өркениеттердің арасындағы текетірестерді арттырғанымен бөлек, жалпы Швецияның НАТО-ға кіруіне өзінің үлкен бір кедергілерін келтіретін сияқты. 2022 жылы Ресейдің Украинаға агрессия жасауынан кейін Скандинавияда орналасқан Швеция мен Финляндия ұзақ жылдық бейтараптық позициясынан бас тартып, НАТО-ның құрамына кіру туралы шешім қабылдады. Алайда НАТО-ға кіретін мемлекеттер бір орындауға тиіс бір міндет бар. Ол міндет бойынша НАТО-ның құрамындағы барлық мемлекеттер кіретін мемлекеттерді қабылдайтыны жайлы, ол мемлекеттерге қандай да бір өзінің претензиясы жоқ жайлы мәлімдеме жасауға тиіс. Дей тұра, бүгінгі уақытта НАТО-ға 30 мемлекет мүше болса, сол 30 мемлекеттің 28-і Швеция мен Финляндияны НАТО-ның құрамында көргісі келетіні жайлы құжатқа парламенттерінде ратификациялау бойынша рәсімді жүзеге асырды. Бірақ Венгрия мен Түркия ғана Швеция мен Финляндияны НАТО-ның құрамына қабылдау туралы құжатты өз парламентінде әлі қабылдаған жоқ. Венгрияның позициясы түсінікті. Соғыс басталғаннан бері Венгрия Ресейдің агрессиясын айыптайды, Украинаның Ресей басып алған бөлігін украиналық деп таниды. Алайда Украинаға әскери көмек көрсету жағын бойынша іс-әрекеттерге қосылған емес. Ал Түркия Украина соғысында әскери тұрғыдан Украинаны қолдайды, яғни байрақтарды сату немесе кірпі бронды көліктерін беру сынды іс-әрекеттер соның дәлелі. Гуманитарлық деңгейде Түркия Украинаға азық-түлік беруде, медициналық жабдықтар беруде, астық тарату, астық тарқату және астық жобаларын жүзеге асыру бойынша, келісімдерді жүзеге асыруда тұтқын алмасу бойынша акцияларды жүзеге асырып келе жатыр. Дәл сол сияқты Түркия Ресеймен де қарым-қатынас ұстап келе жатыр. Ресеймен көбінесе экономикалық жобаларды жүзеге асыруда. Міне осындай позицияны ұстанған Түркияның Швеция мен Финляндияға қоятын қатаң талабы бар. Ол талаптарының бірі Швеция мен Финляндияда жасырынып жүрген және Түркияда қылмыскер деп танылған, Түркияның ішінде террорлық актілерді жүзеге асырған немесе Түркияның аумағынан тыс аймақта түрік азаматтарына шабуыл жасаған күрд жасақтарының өкілдерін Анкараға қайтарып беру қажет деген талабын қойып отыр. Және бұл талапты көбінесе орындауға тиіс швециялық тарап болуда, себебі Түркия Швециядан кемі 80-нен астам күрд жасағының өкілі Анкараға қайтарылу керек, депортациялауы тиіс деген талапты қойды. Бірақ Швеция әлі күнге дейін бұл талап толыққанды орындаған жоқ. Сәйкесінше Түркия Швецияны НАТО-ның құрамында жақын аралықта көрмейтіні және НАТО-ға кіргізуге рұқсатын бермейтіні жайлы бірнеше мәрте мәлімдеме жасады. Жақында ғана Рамштайнда үлкен кездесу өтті. Міне осы кездесу барысында Швецияның қорғаныс министрі мен Түркияның қорғаныс министрінің арасында келіссөздер өтіп, 27 қаңтарда Швецияның қорғаныс министрі Түркияға барып, Швецияны НАТО құрамына қосу туралы Түркиямен келіссөздер жүргізуі тиіс еді. Алайда бұл келіссөздер ендігі таңда белгісіз уақытқа шегерілді, себебі Швецияда сенбі күні Құранды өртеу бойынша акция өтті. Бұл акциядан кейін түркиялық тарап Швецияның қорғаныс министрі Түркияға келмей қойсын, біз оны қабылдамаймыз және келіссөздер жүргізбейміз деген мәлімдемені жасап отыр. Осылайша Құранды өртеу акциясы Швецияға өзінің кері әсерін тигізіп жатыр. Жалпылай алған кезде батыстық медиа бұл акцияны демократиялық іс-әрекет ретінде көрсеткісі келеді. Дей тұра субъективті өзінің көзқарасым бойынша бұның демократияға еш қатысы жоқ және керісінше антидемократиялық акция. Себебі демократия дегеніміз адам құқығы. Ал адам құқығының ішіне көптеген компоненттер кіреді. Ол сенім, ол адамның саяси бір көзқарасы, адамның өзі үшін маңызды болып саналатын құндылықтары. Ал дін дегеніміз дәл осындай құндылықтардың, сенімнің ішіне кіретін бір
әрбір азамат үшін қасиетті болып саналатын бөлік. Адам құқығы дегеніміз тек қана дінге сенбейтіннің емес, дінге сенетіннің де, дінге сенбейтіннің де, тіпті Құдайдың бар екенін іштей сезетін, бірақ қандай да бір дінге жатқызбайтын азаматтардың да құқығы сиып кететін үлкен бір осындай жиынтық болып табылады. Ендеше Швецияда жүзеге асқан акция ол керісінше антидемократиялық акция деп айтсақ болады. Себебі ол осы бір акцияны жүзеге асыру арқылы әлемдегі миллиардтаған адам сенетін діннің өкілдерін, ол өкілдерінің сенімін аяқ асты таптады. Демократияда жақсы бір өте сөз бар. Бір адамның құқығы, екінші бір адамның құқығы басталған жерде аяқталады деген. Бұл дегеніміз азаматтар бір-бірінің құндылықтарын, бір-бірінің сенімдерін сыйлауға бағытталған осындай сөз болып табылады. Ал күні кеше жүзеге асқан акция ол керісінше осы бір демократияның жазылмаған заңдылықтарын бұзатын іс-әрекет болды деп айтсақ болады. Кезінде, мысалы, Сирияда Пальмираны талқандау іс-әрекеттерін көрдік. Ол кезде Даиш террорлық топтары осы бір тарихи қаланың күл-талқанын шығарған еді. Немесе 2000 жылдардың басында, қателеспесем 2001 жылы Ауғанстанда тарихи ескерткіш саналатын терең тарихы бар Бамия мүсіндерін тәліптер тасталқан еткен болатын. Оны батыстық медиа және өркениетті әлем, оның ішінде біздің көзқарасымыз бойынша да ол адамзатқа жасалған бір қиянат ретінде қабылданды. Себебі ол тек қана тас мүсіндер емес, сонымен қатар ол үлкен бір тарихи жәдігерлер еді. Дәл осы бір тарихи жәдігерлерді талқандауды батыстық медиа қаншалықты жабайылық, қаншалықты өркениетке сай емес деп табатын болса, ендеше дәл сол сияқты Швецияда жүзеге асқан акцияны сондай бір содырлық, лаңкестік іс-әрекеттің қатарына жатқызуға болады. Себебі бұл жерде ұзақ жылдар бойы жасалған тарихи ескерткішті талқандау, ол адамзатқа жасалған қиянат болатын болса, белгілі бір діннің өкілдері сенетін және миллиардтаған адам қадір тұтатын кітапты, қасиетті кітапты өртеу арқылы тағы да миллиардтаған адамның құқығын таптау әрекеттері жүзеге асты. Сондықтан да бұл жерде бір қылмыстың екінші бір қылмыстан айырмашылығы жоқ екенін батыстық медианың кей өкілдері ұмытып кеткен сияқты. Демократия мәселесін айтқан кезде, демократия ол тек қана ойына келгенді жасау емес, ол азаматтардың құқығын сыйлау, сенімін сыйлау және тағы да басқа деген мәселелерді білдіреді. Себебі қандай да бір азамат белгілі бір дінді дұрыс деп мойындамауы мүмкін, ол белгілі бір дінге сенбеуі мүмкін. Мысалы, христиан дініне сенбеуі мүмкін, бірақ христиан дініне сенбеу, ол христиан дініне сенетін адамның сенімін таптауға рұқсат бермейді. Сондықтан осы бір жағын екілік стандартпен ойланып қалатын кей сәттердегі батыстық медиа ұмытқаны өте өкінішті. Швецияда өткен осы бір акция сөзсіз Швецияны НАТО-ға жақындатпайды, керісінше алыстата түседі. Себебі Түркияның ендігі таңда Швецияға қоятын талаптары да арта түседі. Ол тек қана күрд жасақтарының өкілдерін Түркияға қайтарумен қатар, сонымен қатар Швецияның жерінде антиисламдық іс-әрекеттерді жасауға қарсы заңның қабылдануы немесе қандай да бір талаптарды қою мәселесі көтерілуі мүмкін. Себебі Түркияның президенті Ердоған тек қана әлемде түркілік позицияны емес, сонымен қатар ислам әлемінің қорғаушысы, қолдаушысы сынды мансаптық деңгейде көтерілуді ойлайтын саяси амбициясының бар екені белгілі. Дәл осындай амбициясын көрсетудің бір сәті осы бір акциялардың кезінде қатаң талаптарды қою арқылы жүзеге асуы мүмкін. Ал ол талаптарды сөзсіз антиисламдық партиялар көбірек шоғырланған Скандинавия мемлекеттері орындауы екіталай. Демек, Швеция мен Финляндияның НАТО-ға кіруі бір қатар уақытқа шегерілетін сияқты. НАТО-ның құрамына сөзсіз Түркия, Швеция мен Финляндияға қарағанда көбірек қажет. Себебі НАТО-ның негізгі әскерінің, яғни құрылғы әскерінің басым көпшілігін осы түркиялық жасақтар құрайды. Түркия НАТО-ның таяу шығыстағы сенімді өкілі саналады және Түркияның қарулы күштері Финляндия мен Швецияның қоса алғандағы қарулы күштерден әлдеқайда қуатты болып саналады. Сондықтан НАТО мемлекеттері Түркияның позициясына қатаңдық көрсету арқылы Түркияны бұл блоктан ысырып тастауға әрекеттер жасамайтыны түсінікті. Демек, Швеция мен Финляндияның НАТО-ға қосылуы сөзсіз Түркияның бір қатар талаптарын толыққанды орындаумен аяқталуы мүмкін, егер олар НАТО-ға кіргуді қалайтын болса. Ал ол талаптардың саны Швециядағы сынды акциялар жалғасын таба беретін болса, арта беруі де ғажап емес. Тағы бір айтатын дүние, ол Қырғызстанда болып жатқан мәселелерге байланысты.
Осы бір аптада ресейлік медиа Қырғызстан жайлы көбірек жаза түсті. Оның бірден бір себебі Қырғызстандағы мемлекеттік тіл туралы заңның өзгеруіне байланысты ұсыныстардың көтерілуі. Қырғызстандағы мемлекеттік тіл туралы заң 1989 жылы қыркүйек айында қабылданған. Ол заңға назар аударатын болсақ, Қазақстандағы заңмен бірдей, яғни мемлекеттік тіл қырғыз тілі, ресми тіл орыс тілі деп жазылған. Міне осы бір заңды өзгертуге байланысты 2021 жылы қараша айында ұсыныстар айтыла бастады. Ол ұсынысқа назар аударатын болсақ, құжатта алғаш рет қырғыз тілі титулды ұлттың тілі болып табылады деген жаңағы термин, сөйлем енгізілген екен. Бұл сөйлемге Қырғызстандағы проресейлік үкіметтік емес ұйымдар олардай шулап президент Садыр Жапаровқа хат жаза бастады. Олар хатында бұл заңда арандатушылық көзқарастағы сөйлемдер бар, оларды қайтадан қарау керек, сондықтан құжатты қабылдамай кері қайтаруыңызды сұраймыз деген өздерінің өтінішін айтқан болатын. Міне осы бір өтінішті қабыл алды ма, әлде Ресейдің қысымы қатты болды ма? Жапаров заңды сол жылы қабылдамай қайтадан қарастыру бойынша шешім қабылдап кері қайтарған болатын. Міне осы заң қайтадан 2023 жылдың қаңтарында көтеріле бастады. Қайтадан ұсынылған заңға назар аударатын болсақ, өздеріңіз экранда көріп отырғандай пункт енгізілген, яғни титулды деген сөз алынып тасталған жоқ. Бұған қайтадан ресейлік позиция шулап жатыр, себебі бұған дейінгі конституцияда, қырғыз конституциясында титулды немесе титулды емес деген сөз енгізілмеген еді. Сондықтан ресейлік саясаткерлер бұл сөзді енгізу арқылы қырғыз ұлтының жаңағы артықшылықтарын заң бойынша бекітпек, сол арқылы өзге ұлттарды кемсітеді, әсіресе орыс тілді және орыс ұлтын кемсітуі мүмкін. Біз бұған дейін де айтқан болатынбыз, Қырғызстандағы қабылданған кез келген заң ол орыс тілі мен орыс ұлтының позициясына қарсы болмауы тиіс деген мәлімдемелер жасап жатыр. Күзде 2022 жылы өздеріңіз білесіздер, Қырғызстанда Бішкектегі 4 ауданды қырғыз тіліне аудару бойынша бастама көтерілген еді. Осы кезеңде Қырғызстанның саясаткерлерінің жасаған мәлімдемелеріне ресейлік саясаткерлер өзінің мәлімдемелерін жасап, Қырғызстанда бүгін ауданның атын өзгертеді, ертең орыс тілді мектептерді жабады, ал бүрсі күні Қырғызстанда орысша сөйлейтін азаматтар қалмайды. Сөйтіп Қырғызстан антиресейлік мемлекетке айналып, оның соңы Украина сценарийі сияқты жалғасын табуы мүмкін. Мұндай бастамалардан бас тартуға шақырамыз деп қоқан-лоққы жаңағы деңгейіндегі мәлімдемелерін жасаған болады. Міне осындай мәлімдемелерді қазіргі заңның аясында да жасап жатыр, және алдыңғы таңда біз ол мәлімдемелерді көбірек көретін сияқтымыз. Қырғызстанда қазіргі заң қабылданатын болса, яғни ұсыныс ретінде көтеріліп отырылған заң, ендеше Қырғызстанда қырғыз тілін білетін және қырғыз тілін білуге тиіс мамандардың саны артады. Олар халықпен сөйлескенде, жүздескенде, мемлекеттік органдарда баяндама жасағанда, халықтың алдына шыққанда қырғыз тілінде, яғни мемлекеттік тілде заңды жоғары тілде білуге тиіс деген міндеттемелер заңның аясында қойылып отыр екен. Және бұл заңның орындалуын осы бір заңында қабылданған саладағы азаматтар мемлекеттік тілді білуін арнайы қызмет өкілдері қадағалап қарайтыны жайында жазылған көрінеді. Сондықтан бұл заңның аясында жасалатын шу мен дау әлі де көп болатын сияқты, әсіресе ресейлік тараптан. Ал қырғыз саясаткерлері бұл заңды қабылдау арқылы біз орыс тілінің аясын тарылту немесе орыс тілділердің құқығын кемсіту көздемейміз. Біздің бар мақсатымыз ол мемлекеттік тілді дамыту. Сондықтан да осындай бір мәселелерді қойып отырмыз деген мәселелерді өзінің жаңағы түсіндірмелерін айтуда. Жақын аралықта осы бір заңның қабылдауына қарсылық білдіріп ресейлік бақ тағы да шулауы мүмкін. Сәйкесінше Қырғызстандағы проресейлік үкіметтік емес ұйымдар бұл заңның қабылдануы Қырғызстанның ішіндегі орыс тілділердің құқығын шектеу деген сынды позицияда түрлі іс-әрекеттерді жасап қалуы ықтимал. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.